Сәлем! Думан, біз алдыңғы видеоларда гендерлік сезімтал тақырыптарға қалай жазу керек, қалай дұрыс беру керек деген тақырыпта видеолар, нұсқалықтар жасаған болатынбыз. Сонда мысалдар қолдандық. Сол мысалдарды қалай дұрыс беруге болатынын қарап көрсек. Әлбетте болады. Қазір дәл сол мысалдарда қалай өзгертуге болатынын талқылап көрейік. Мысалы, біздің медиада мынандай тақырыппен материал жарияланған екен. Жезөкшені төсек қатынасы кезінде өлтіріп алған қарағандылық жігіттің ісі қайта қаралмақ дейді. Мысалы, бұл тақырып әлбетте бір гендерлік проблемасы бар тақырып болғандықтан, этикалық проблемасы болғандықтан, біз бұны былай өзгертер едік. Мысалы, секс жұмысшы ер адамның қолынан қаза тапты. Мен полицейлер тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбаны болған шымкенттік әйелге көмектесті деген тақырыпты тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбаны жәбірленуші әйелге полицейлер көмектесті дер едім. Құрбан сөзінің орнына жәбірленуші дегенді қолданған. Бірақ бұл материал полицейлердің позитивтісін көрсетуге арналған материал сияқты негізінде. Мынандай тақырып бар екен. Екеуінің аяғы ауыр, Шымкентте кәмелетке толмай төсек қатынасына түскен 7 қыздың ісі сотта қаралған дейді. Бұл жерде де проблема бар. Тақырыпты оқысақ, кәмелетке толмаған қыздар өздері жыныстық қатынасқа түсуді таңдаған сияқты. Негізінде бұл проблема. Өйткені кәмелетке толмаған қыздар немесе балалар өздері шешпейді. Өйткені оған ата-аналар жауап береді. Бұны бұлай өзгертер едім. Шымкентте кәмелетке толмаған қыздармен жыныстық қатынасқа түскен 7 еркек ісі сотта қаралды деп. Еркек, сол жынысқа түскен үлкен еркектерге акцент қояр едім. Дұрыс. Алдына тақырыпта не дұрыс емес деп ойлайсың? Ақмола тұрғыны қызғаныштан әйелінің қолын сындырып, жертөлеге қамап қойған. Бұл жерде біріншіден тақырыптың өзінде қызғаныш бір легитимизация жасап тұрған секілді ол кісінің қылмысын, сондықтан қызғаныш деген сөз мүлде қолданбас едім. Жалпы кез келген бір гендерлік зорлық-зомбылыққа қатысты материал жазған кезде қызғанышты экономикалық жағдайды бір априори ақтайтын нәрсе ретінде бермеу керек. Зорлық-зомбылықты ақтамау керек, келсем. Сау болыңыздар. Рахмет. Қарағандылық жігіттің ісі. Наоборот кетіп қалды, Сол ғой не маған. Сен мұнан айтып жатыр екен. Сен мұнан айтып жатыр екен. Айтып болдым ғой, көрейікші деп. Давай басын. Бәлем. Не айтқандым, айтып қалдым. Кеттік басы берік пе? Сәлем. Тағы басын. Мөлдір күле бермеш. Ұялып қарамаш сен. Теріс қарап. Ұялып қалдым, кетші. Давай, кеттік. 3, 2, 1.